я уважаю. Есть и орыстар плохие, Мен есть и казахстан Ренатты қазақ тіліне үйретем. Кездесеміз, қазақ тіліне үйретем. У меня есть такое вот мнение, что есть казахстан плохие, есть и орыстар плохие. Жоқ, түсінем. И Аттас. самое главное, чтобы Жоқ, человек адам Аттас, был. сен тыңдашы. Аттас. Сен мына жал біткен, жаңадан жал біткен бір тайлар болады ғой, басын бұғып алып, не былай көнбейді, не былай көнбейді. Сол секілді болып кеттің ғой. А Я сен то, кейден что қатты кетіп қалған шығармын. а сен то, что Мен пошел, саған там, ұлтқа бөліп атқан жоқпын. Сен тыңдашы деймін. Сен қаш тағы да шүлдірлеп жатсың, орысша бар ғой. Мен саған қазақша сөйлеп жатырмын. Сен экранға қарашайшы көзіңді. Мен кәттең ашылмайды. Мен қазір менікі де сықси көзіме саған қарап тұратын едім. Тігінен тік бар ғой. Я тебя, братан, я тебя слышал. Я тебя хорошо слышу. Мен енді естіген шүлдірлемей өтшеші енді. Тыңдасайшы. Ты что мне Өзің айтып говоришь, я отырсың ғой. мен ухо, я слушаю, қалай сен айта аласың, мен всю ухо, всю себе вникаю, послушаю, бірдеме сен айта аласың, мен ойлап отырмын, немене сен. Енді соны тыңдасайшы түбіне шейін. Менің сөздерім жетім қалып жатыр ғой. Құлағыңа жетпей сенің. Жетінің бірі қылып жатсың ғой отырып алып. Менің пікір ойыма қиянат жасап жатсың ғой. Жоқ, бағана Аузын жауып тыңдап тұрсайшы енді. Бір минут қой. айта бер, айтсайшы. Сен сөйлеп жатсың деймін, мен ойымды бұзып жатсың деймін. Сол үрдісің жаман екен деймін. Біреуге сөз бересің де сүйек мұжы деп. Өзің етін жегізбейді екенсің. Умный, все умные. Бәрі қазір. Павлодардың қай жеріненсің сен? Ау. Павлодардың қай жеріненсің сен? Екінші Павлодар тұрмын. Негізі мына болашақта Павлодардың атын өзгертейін деп жатырмын. Соған қалай қарайсың? Керек. Ау. Кездесеміз. Жоқ, Павлодар қаласының атын өзгертейін деп жатырмыз деймін қазақшаға. Соған қалай қарайсың деймін. Ну надо, да. Насчет этого надо переименовать. Павлодар надо переименовать. Это надо. Уже давно надо. Павла уже нету. Павла уже салам алейкум. Который Дар, Павла, там Дар, уже это не надо. Полно кережок уже. Павла. Переименовать надо Павлодар. Надо Павлодар переименовать, Петропавловск переименовать надо. Вот эти города. Міне. Нағыз қазақ боласың міне. Түрден сол. Жоқ. Қалаға қазақтың атын берейік деген. Да, переименовывать. О, сразу после матов русских изменился, да, сразу видно, кто его учил, какими матами его кто учил. Ренат, ты меня послушай. Алло, Ренат, бауырым, Павлодардан, да. Я радикальный. Вот с тобой сейчас агашки разговаривают, они более мягко тебе поясняют. Я приезжаю, я вот руки ухо отрезаю и ничего не говорю, просто ухожу с этим ухом. Меня вот люди знают, так что лучше с агашками разговаривай, вот они тебе поясняют. Нормальным стань, нормальным, я тебе говорю, и все, казахом стань. Лучше ты меня не узнавай, понимаешь? Я радикальный человек, вообще радикальный. Лучше, да, лучше со мной не встречайся никогда. Вот тебе агашки поясняют, вот их послушай, вот и все. Я выхожу. Хорошо, что ты